Әңгіме басталса жыналар экранға, күлкі толып кететіндей әр қазақтың ауласына. 4 резидент 4 мінезбен отырары жарасып, әр шығарған әңгімесі айналады аңызға. Аңсағанның позитиві күн секілді жарқырап, жақсы ойла деп отырар көңілдерді шалқытып. Алқасынан тілеген кеп күліп қойып бас шайқап, олай өмір сүрмейсің деп жібереді тарсылдатып. Тілегеннің мінезі бар суық тауда салмақты, бір ауыз сөзбен жеткізер талай ойдың салмағын. Қаталды боп көрінгенмен дәл айтатын сөздері көрерменнің жүрегіне жетіп жатыр жақтақтан. Жека шықса ауылдағы қызықтарым бастайды, тағам жайлы әңгімемен тәбітте де ашады. Отбасы мен бала күнгі оқиғасын айтқанда, күлгеден жұрт орындықтан ұстап әрең қалады. Аңсаған мен тілеген кеп жеканы да қағытар, семіздегі жайлы әзіл тоқтамай қағылар. Жека болса күле қарап бәрін жеңіп кетеді, өз-өзіне күле білу нағыз күш деп танылар. Руслантайдың образы бай баланың кейпіндей, заманауи сөздерімен ерекшеленер көп іштен. Жеканың да жақтасы боп қатарынан табылып, қарсы жаққа әзілменен жауап берер от іштей. Деген жоба феномен бұл бүгінде, алып күтіп отырады жаңа санын күнде де. Төрт мінездің тоғысқаны басты құпия секілді, сол себепті көрермені көбейеді күнде де.